Менің ең жақсы күнім тауға шыққанда болды. Себебі мен бірінші рет таудың ауасын жұттым. Менде қорқыныш әрі қуаныш сезім болды. Осында 4 жыл бұрын 26 тамыз мен түкке толдым. Мен отбасымен Түркияға бардым. Ол жақта мен шомылдым. Атырде мен ағамен ойнадым. Сосын мен Сәтбаевқа барып, ол жақта мен достарым бар. Олармен кездесіп ойнадым. Менің ең жақсы күнім 17 қараша болды. Себебі 17 қараша күні біз Хаскиде жылқыда серуендедік. Одан басқа тағы да біз жылы бассейнде шомылдық. Менің ең жақсы күнім кеше болған. Кеше мен атқа міндім, қармен жүретін мотоциклмен жүрдім. Және Аяз ата мен Ақшаңға келген. Барлығы көңілді болды. Маған кешегі күн қатты ұнады. Және сендерде де жақсы күндер болады деп сенемін. Менің жақсы күндерім өте көп, бірақ оның ішіндегі айтар кетерлігі отбасымен бірге өткізген сәттерім. Сіздерге айтарым, отбасыларыңызбен өткізген әрбір сәттеріңізді бағалап, жақындарыңыздың жанында жүріңіздер. Әрбір күндеріңіз есте кетпестей көңілді өтсін.